125 high school, болашаққа жол. 125 high school, білім ал көр. 125 high school, сен ақылды бол. Саламатсыздар ма балалар, сіздермен Еркін ағай. Біз бүгін дүниежүзі тарихы пәні бойынша ежелгі Рим өркениетін өтеміз. Ежелгі Рим өркениеті қалай пайда болды, сол туралы айтайық. Біздің заманымыздан бұрын 753 жылы ағайынды Ромул және Рем деп аталатын екі жігіт Рим қаласының негізін қалайды. Осылайша Рим қаласы 1000 жылдан астам уақыт бойы өмір сүріп, бүгінгі күнге дейін жеткен мемлекет болып саналады. Біздің заманымыздан бұрын 117 жылы ең жоғарғы шегіне жеткен империя болып саналады. Ол 5 миллион шаршы аумақты қамтып, бүгінгі әлемдегі ең үлкен әлемге әсер еткен мемлекет болып саналады екен. Енді Рим туралы айтайық. Жалпы Римнің тарихы 3 кезеңнен тұрады. Ол бірінші патшалық кезеңі, екінші республика кезеңі, үшіншісі империя кезеңі деп аталады. Бірінші патшалық кезеңі біздің заманымыздан бұрын 753 жылдан басталып 509 жылға дейін аралықты қамтыса, осы кезде қатыгез 7 патша болған. Ал одан кейін 509 жылдан бастап 27 жылға дейін бізде тарихта республика кезеңі деп аталды. Бұл кезде елді сенат пен консулдар елді басқарып отырған еді. Ал үшінші кезеңі империялық кезеңі, яғни 27 жылдан бастап алғашқы императорды сайлап, 476 жылға дейін елді императорлар басқарды. Осылайша бұл кезең тарихта империялық кезең деп аталады. Аңыз бойынша біз айтқандай қағанатын Ромул мен Рем қою барысында таласып, Ромул Ремді итеріп қалады, Рем қайтыс болып кетеді. Рем қайтыс болып кеткеннен кейін Ромул өз бауырын сағынып, қаланатын Рем деп атайды. Осылайша қаланаты кейін Рим деп аталып кетті. Жалпы елде әлеуметтік күрес туралы айтатын болсақ, елдің халқы плебейлер мен патрицилер деп аталатын екі топтан тұрды. Патрицилер Римде бұрынғы заманнан тұратын ақсүйектер болып саналса, яғни 7 атасы Римде тұрғандар, олар патрицилер болып саналады. Яғни олардың азаматтығы бар. Плебейлер, олар Римге басқа аймақтан көшіп келгендер, яғни Грециядан, немесе жаңағы Африкадан көшіп келгендерді біз плебейлер деп атаймыз. Плебейлердің бастапқы кезде олардың құқықтары болмады, яғни азаматтық құқықтары болмады, әрине олар сайлауға қатыса алмады. Енді отбасының басшысы әке болып саналды. Әкені патер деп атады, яғни әкенің билігі шексіз болды. Әке өзінің отбасындағы адамдар мүшелерді жазалауға құқы болды. Өзінің балаларын даже құлдыққа сатуға құқы болды әкесінің. Одан бөлек қауым туралы айтатын болсақ, жалпы 10 қауым, яғни 10 отбасы, ол бір курия жиналысын құрса, яғни курия жаңағы 10 отбасының проблемасын шешетін жиналыс болды. Болмаса 10 курия алады да бір триба деп аталатын жиналысын құрды. Триба. Ал трибаны басқаратын бізде халық трибуны деген қызмет болды. Яғни бізде 3 триба болды жалпы. Римде қанша триба болды десе, 3 триба жиналысы болды. Трибадан жоғары сенат деп аталатын жиналыс болды. Сенат ол 300 патриций ақсүйек депутаттан тұрған жиналыс болып саналды. Әрине, барлық ер азаматтар курия жиналысына қатысуға міндетті болды. Онда көсемді сайлау, соғыс жариялау, бейбітшілікке келісімге келу деген сияқты маңызды сұрақтарды шешіп отырған еді. Енді мемлекеттік құру туралы айтатын болса, жаңа біз айтқанда 753 жылы мемлекет құрылды. Мемлекеттің басына көсем немесе патша деп аталатын кісі отырды. Ол әскерге қолбасшылық етті, жоғарғы сот пен абыз болып саналды. Енді плебейлердің құқығы туралы айтатын болсақ, Рим империясында қосылғаннан кейін қосылған халықтар немесе көпшілік көшіп келген халықтар тарихта еш азаматтық құқықтар болмады, яғни оларды біз плебейлер деп атадық. Плебейлер жиналыстарға қатыса алмады. Патрицилермен құрған некелері заңсыз болып саналды. Енді қарызын қайтармаған плебей өз үйінде 60 күнге тұтқынға салуға міндет болды. Сен қарашы, сен патрицисің да, сенен келіп бір плебей қарызға ақша алады. Сол ақшаны 60 күн ішінде қайтармаса, сен сол адамды өз үйіне ұстап, ұрып соғып, қинап
тартып алуға құқығың бар. Егер ол тағы да ол ақша бермейтін болса, ол адамды сен құлдыққа сатуға құқығың бар. Осылайша қарызын төлемеген адамдар ол кезде кімге айналды? Әрине құлға айналып кетті. Енді қараңдар. Деректер бойынша Рим патшалық дәуірінде 7 патша билік құрған. Оның ең алғашқы патшасы Ромул болса, ал біздің заманымыздан бұрын 6 ғасырда Сервий Тулий деп аталатын бізде патша болды. Ол плебейлердің маңызды құқықтарын қайтарып беріп, бізде маңызды реформа жасады. Ол айтады, бүгінгі күннен бастап біз әскерге плебейлерді аламыз. Одан бөлек оларға саяси құқықтар береміз дейді. Егер сен 15 жыл қызмет етсең, әскери адам болып, 15 жылдың соңында саған жер немесе үй береміз, немесе жаңағы азаматтық құқық береміз дейді. Осылайша плебейлердің көбісі азаматтық алу үшін әскерге баруға міндетті болды. Енді келесі айтатын мәселе, осы Сервий Тулий Римнің барлық тұрғындарын 5 мүліктік топқа бөлді. Яғни олар бізде патрицийлер, плебейлер, нобилитет, пролетарий және құлдар деп атады. Патриций ол бұрыннан барып тұратындар болса, плебейлер көшіп келгендер болса, нобилитет ол бай патриций мен плебейдің қосындысынан бізде жаңа ақсүйектер, яғни нобилитет пайда болды. Ал пролетарий кім десеңіздер, ол вообще мүлкі жоқ адамды пролетарий деп атаймыз. Ал құл уже түсінікті кім екені. Енді Рим тарихында мынандай бір соңғы 7-ші патша болды. Біздің заманымыздан бұрын 509 елді басқарған Тарквиний Горды деген патша болды. Тарквиний Горд дейді, кейде Тарквиний Горды дейді. Бұл патша кезінде зорлық зомбылық көбейді. Тарквинийді сол зорлық зомбылық үшін елден Римнің халқы қуып шығады. Осылайша айтады, біз бүгіннен бастап патша сайламаймыз. Керек емес бізге бұндай патша, бізге зорлық зомбылық жасайтын, халықты ойламайтын патша керек емес дейді. Халық елден қуып шығып, осылайша жоғарғы халық кеңес деп аталатын жиналыс құрылды. Біз оны тарихта сенат деп атаймыз. Осылайша ол жерде 2 адам консул болып сайланып, әр консул 1 жылға елді басқаруға міндетті болды. Осылайша патшаны қуып шықты. Патшаның орнына 300 адамнан тұратын сенат, және сол 300 адамнан 2 адамды консул қылып сайлады. Әрине қанша жылға? 1 жылға сайлады. Осы 2 консул елді 1 жыл басқарып, 1 жылда не істеді, соған отчет беретін болды. Енді Рим республикаға айналды, патша кетті. Енді халық трибуны деп аталатын қызмет пайда болды. Халық трибуны, ол плебейлер халық трибунын сайлауға құқығына қол жеткізді. Халық трибунында вето құқығы болды. Вето деген сөз мағынасы тыйым саламын деген мағынаны білдіреді. Осылайша жаңағы 300 депутаттан тұрған халық жиналысы, яғни сенат жиналысы, ақсүйектерден тұрды, жаңа патрицилерден. Олар көбінесе өздеріне ұнайтын заңдар қабылдайтын еді. Соған байланысты халықтан 1 адам сайланады, халық трибуны болып. Ол жаңа сенаттың ішінде отырады. Оның қолында мынандай бір зат болды. Ол вето деп аталған. Егер сенат депутаттары халыққа жағымсыз заңдар қабылдайтын болса, ол заң ветосын жерге лақтыратын болған. Сөйтіп ол заң қабылданбайтын болды. Қабылданбайды. Любой заңға, жаңа біз айтқандай, халық трибунының тыйым салуға құқығы болған екен. Осылайша біздің заманымыздан бұрын 326 жылы борыштық құлдыққа тыйым салу туралы заңда шықты. Енді біз біреу қарыз алып, қарызын қайтармайтын болса, бұрынғыдай біз оны құлдыққа сатып жібере алмаймыз енді. Міне сондай бір заң шықты. Енді ағайынды гректардың реформаларына тоқталайық. Біздің заманымыздан бұрын 3 және 2 ғасырларда Рим жерорта теңізінің бүкіл аймағын жаулап алған үлкен империяға айналды. Осы кезде халық шаруашылығы күйзеліске келді. Жер реформасы арқылы, кедейлерге жер беру арқылы ағайынды Тиберий және Гай гректар аграрлық реформа жасады. Осылайша біздің заманымыздан бұрын 133 жыл үлкен ағасы Тиберий халық трибуны болып сайланып, ол заң бойынша 250 гектардан немесе 1000 юнгерден асқан жерлер болса, ақсүйектерді сол артық жерлерді алып, халыққа бөліп беруді ұсынады. Әрине бұл заң халыққа ұнап, заң қабылданды. Осылайша әрине болған сенат депутаттары ақсүйектер наразы болады да, нәтижесінде нобилитеттер келіспейді. Нобилдер деген кім десеңіздер, жаңағы біз айтқандай жаңа ақсүйектер деп аталады. Осылайша 132 жылы Тиберийді сенат пен ақсүйектер жасағы өлтіреді. Бұл кескілескен ұрыста 400 адамдай қайтыс болды.
Осылайша арада 10 жыл салып, інісі Гай Грах БЗБ 123-122 жылдары халық трибуны болып, ол аграрлық реформаны арғарай жалғастыруға тырысады. Бірақ Сенат әскер кіргізіп, Гай Грахты және оның 3000 жақтастарын өлтіреді. Жалпы халық аграрлық реформа жүргізген уақыт ішінде Гай және Тиберий Грахтар 80 мыңға жуық адамға жер беріп үлгереді. Енді Рим империясына тоқталайық. Жалпы біздің заманымыздан бұрын 50-ші жылдары Римде билік үшін таласқан екі адам болды. Біріншісі Гней Помпей болса, екіншісі Гай Юлий Цезарь еді. Екеуі де консул қызметін атқарды. Екеуі билікті басқарып отырған кезде соғысып, нәтижесінде соғыста Гай Юлий Цезарь жеңіске жетеді. Біздің заманымызда бұрын 44-ші жылы Сенат Цезарды диктатор деп жариялады. Осылайша ол шексіз билікке ие болды. Ол арғара өзінің билігі ешкімге бағынбайтындай, ешкімге есеп бермейтіндей құқыққа ие болды. Император титулы әскери билікті білдірді. Император деген сөздің мағынасы жеңімпаз деген мағынаны білдіреді. Осылайша император деген атақты әскери қолбасшыларға да беретін болған. Міне сол. Цезарь нобилитетті мемлекет басқаруға тартып, іскер топтары мен провинция басшыларын өзі тағайындап билігін нығайтты. Осы кезде плебс деп аталатын сөз пайда болды. Плебс деген сөздің мағынасы нан және қызықты көрініс деген мағынаны білдірді. Цезарь өзінің билігін нығайту үшін ардагер әскерлерге жер берді. Ол Сицилия аралы, Дисциплдік Галия және Испан қаласындағы Гадес тұрғындарына Римнің азаматтық құқығын аямай таратты. Біздің заманымыздан бұрын 44-ші жылы 15 наурызда Цезарьге қастандық жасалып, өлтіріледі. Солай Римде республика сақтап қаламыз деп ойлады. Бірақ Цезарды 27 рет Сенат депутаты пышақтап өлтіреді. Енді Цезарь өлімінен кейін билікке қайтадан күрес басталды. Бұл тартыста Цезарьдың немере інісі Октавиан жеңіске жетті. Ол БЗБ 30 жылдан бастап 27 жылға дейін Римді жеке дара билеуші ретінде болды. Ол өзін жай ғана принцепс деп атады. Принцепс деп сөздің мағынасы алғашқы сенатор деген мағынаны білдіреді. Сенат Октавианға Август құрметті атағын берді. Яғни Август деген сөздің мағынасы ол қасиетті, игілік беруші деген мағынаны білдіреді. Октавиан Август кезінен бастап Рим мемлекеті империяға айналды. Бірінші және екінші ғасырлар Рим империясы құдіретті болды. Тиберий, Октавианнан кейін Тиберий, Тиберийден кейін Калигула, одан кейін Клавдий, Клавдийден кейін Нерон, Нероннан кейін бізде Траян секілді императорлар таққа келді. Траян 98 және 117 жылдары елді басқарды. Ол кезде жаламен адамдарды жазалауды тоқтату туралы шешім шығарды. Келесі айтатын мәселе, Батыс Рим империясы құлауы туралы айтатын болсақ, біздің заманымызда 3-ші ғасырда империяда дағдарыс басталды. Экономика, басқару жүйесі, құлдық қатты халыққа әсер етті. Нәтижесінде 330 жыл император Константин билікті алып, елдің астанасын Римнен жаңа қала Византийге, кейін қаланатын Константинополь деп көшіреді. 395 жылы Римнің империясы екіге бөлінеді. Батыс Рим империясы және Шығыс Рим империясы деп екіге бөлініп кетті. Шығыс Рим империясын біз тарихта Византия деп те атаймыз. Герман тайпалары шабуыл жасап, 410 жылы готтар Римді басып, Римді тонаса, 455 жылы вандалдар Римді басып, Римді тонайды. Осылайша 476 жылы Римнің герман әскерлерінің көсемі Одакр Римнің соңғы императоры Ромул Августулды тақтан тайдырып, оны түрмеге қамайды. Императордың аса таяғымен тәжін Византия императорына береді. Осылайша Батыс Рим империясы өмір сүруін тоқтатады. Осы 476 жылдан бастап бізде тарихта орта ғасырлар тарихы басталады. Бүкіл құлдар тәуелсіздігін алады. Міне балалар, біз бүгінгі сабағымызды аяқтадық. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау болыңыздар. High school.